сәлем достар. Так, бүгін біздің үйдің жігіттері красавчик болыпты. Красавчик болып тұрсыңдар ғой. Ал мен болса тастаймын. Өйткені біздің жігіттер бүгін шаштарын қиды. Ернар бергеш? Сен де красавчик. Так, бұл жерде мен привет достар. Кәмде бір-бірінен алмай қалдыңдар ғой. Енді біз бауырларымыз ғой. Дұрыс қанда бауырсыңдар. Айсүлікті де қосып алыңдар қастарына. Бірақ ұлдар ойын ойнаған кезде Айсүлше арасында мұңайып қалады. Енді қыз ғой ау. Дос керек. Ұлдар ойындарға қатыспайды. Бір өзі. Нәрсе ойнатпайсың ба не Айсүлік? Бұл да бізден бірге ойнайды ғой. Ұлдар бөлек, қыздар бөлек ойнайды ғой. Паркур ойнаймыз демек. Паркур ойнайсыңдар. Айсүлікті де ертіп алыңдар қастарыңа. Енді қыз екен деп бір өзіні тастап кетпеңдер. Ойындау алу керек еді, бір қыздар ойын. Қыздарға да ғой. Бірақ үйде бір өзі Или ойыншыға келу керек қой. Бірақ бірге ойнаңдар, мақұл ма? Ағар зінде кеттік, паркур ойнайық. Айсүлік, сен бір өзің қалып қойдың ба тағы да? Жаным, саған да дос керек екен, я? Мұңаймай, қазір ағаларға барам да, Айселді де бірге ойнатыңдар деп айтам, я? Я? Ой, жаным, мұңаймай. Ой, аға, мен аташтап бітті да. Мен ешкім ойнамайды. Ой, мен досым болған үшке, мен ісім ішпетті. Сені көйеге ба? Досым болсан жет. Сайын досым. Маған сайын деген. Сайын не қой? Енді мен сен досымбым. Дос керек айттым ғой. Айтымын көйеге ба? Мен керегіміз дос болайық. Кеттікші. Алақай дос боламын. Енді менің досым бар. Енді бізге ойнаймыз. Ойнап болдыңдар ма? Айсел қайда? Өздері арқаттанып телевизор көріп отқандар. Білмеймін, сіздің бөлмесінде ойнатын шығар. Барсаңдар енді сендерге ренжіп қалды. Жаңа өздерің ойынға да қосқан жоқсыңдар. Телевизорге көруге де шақырмағандар не, Ернарик? Ернарик бар, Айселіктің бір өзін тастап кеткен не? Бар ойнатыңдар үшін. Айселік. Айселік не? Екі болып кеткен ба? Не болды? Үйді бастарыңа көтеріп айқайлап жатқан. Ана жерде ше Айселіктің егізі бар. Сіз сонда бізді алдағансыз ба? Не дейді? Сіз ол туралы айтқан жоқсыз ғой, егізі бар екен. Қайдағы егіз, не айтып жатсыңдар? Айселік өзі ойнап жүріңізші, көрсеңізші сіз. Тұратты. Не дейді? Екі Айсел дейді. Я, екі Айсел. Аяқтарда екі Айсел. Қой, Айселдің егізі жоқ. Айсел өзі бір өзі ғой, біреу ақ қой. Егізі ойнап отыр екеуі. Не дейтін алар? Қайсы шымен екеуі? Я, көрдіңіз ба? Сен кімсің? Қайсың Айселсіңдер? Мен Айсел. Қасыңдағы кім сонда? Мен досым бұл. Сенің досың, сонда сендер екі Айсел болып кеткенсіңдер ма не? Я, сен емес Айсел, мен Айсел. Айсел? Мынаның киімі басқаша, мынаның киімі басқаша, қараңызшы. Соны айтам, екеуі екі түрлі киініпті. Айсел, сен неге екі түрлі болып кеткенсің? Сен кімсің сен? Айселдің... Мен егізімін. Айселдің егізісі ме? Қайдан келдің сен өзің? Мен өзім. Қайдан келдің? Осы жерде жүрсің ба? Негізі Айселдің егізі жоқ, Айсел бір өзі ғой, сен қайдан келдің Айсел? Дос бармыз, я. Екіміз дос, бас ойнаймыз, я. Мәссағана басымызды қатырып жүрді. Қайсы Айсел? Басымызды кесінші олғызды ғой? Жоқ, қайсы түпнұсқа, қайсы жалған Анау Айсел? деп ойлаймын. Қайсы пижама киіп алған ба? Я. Сен кім деп ойлайсың? Айселігін енді. Мен болса пижама киіп алған. Сен ше? Мен көйлек киіп алған. Көйлек киіп алған Айсел деп ойлайсың ба? Короче, біреуі түпнұсқа, біреуі жалған Айсел ғой. Біз енді жалған Айселді анықтауымыз керек. Біз детектив болуымыз керек. Ол үшін біз сұрақтар қою керек шығар айтпақшы. Екеуіне қазір сұрақтар қойып анықтайтын боламыз, иә. Соны пижама киген Айселікті отырғызып қойдық. Енді кел сен де отыр да сұрақ қоямыз саған. Қандай сұрақ қоямыз? Дайындаңдар сұрақтарыңды, иә. Так, енді біз саған қазір сенің шын Айсел екеніңді анықтау үшін саған сұрақтар қоямыз, иә. Сенің жасың нешеде? 2 ма, 3 па? 2. Нешеде? Айселік біздің 3-ке толады ғой, уже что-то шатасып жатыр, иә? 3. 3-ке енді толасың ба? Иә. Қазір 2-десің ба? Жарайды. Тағы қандай сұрақ қоямыз? Папаңның аты кім? Папаңның аты кім?
Айбек мен. Папаңның аты кім? Айбек па? Айбек. Айбек дейсің, иә? Тағы қандай сұрақ бар? Біздің маманың аты кім? Маманың аты кім? Саттық. Дұрыс болып отыр ғой, иә? Тұра тұр, Айсел, енді сен шын Айсел болсаң, мына ағаның аты кім? Шунтияға. Шын аты кім? Шын аты кім? Шунтияға. Шунти аға, мәне шын аты? Что-то білмейді, иә? Шунти емес қой шын аты. Мына Мақсан. екінші ағаның аты кім? Мақсан. Мағжан, біліп тұр Мағжан. Мен қалай білмеймін. Мына ағаның аты кім? Нені? Ернар аға. Короче, бәрінің аттарын тапты. Шунти сенің ғана шын Сен атын таба алмаған. ұқасың. Онда Шунти аға бізде қай жылы туылған? Қандай жылда туылған? Уха. Уха деген не? Маймыл. Маймыл жыл. Айселі сөйтіп айтады, уха деп. Уха дейді. Ал Мынандай кәмпитте маймат болады ғой. сондай бола. Ернарик аға қандай жылы туылған? Ернарик аға кім? Тышқан. Шыққан, біліп тұр ғой мынау. Кім ше, Мағжан аға кім? Ит. Сен де біліп. Айселік, сен кімсің онда? Мен аққоян. Аққоя. Мама кім? Мен кім мынау? Сіз атсыз. Ат папа ше. Папа ше. Папасым. Жылан дейді. Мен шын Айсел ма? Сен шын Айселсің ба сонда? Сонда тәтерді сұрақ көрсін да. Тәтенің аты кім ал? Шабар. Жоқ, тәтенің аты кім? Тәтенің атын білмейді. Тәтенің аты кім? Ясенектің мамасының аты кім? Тәтенің атын білмейсің ба? Білді, білмейді. Бұл Айсел біздің тесттен өтпей қалған сияқты. Тәтенің аты кім сонда? Зейіннің мамасының аты кім? Тәтенің аты кім? Білмейсің ба? Что-то бұл шатасып кетті, иә? Негізі бұл біздің өтірік Айселіміз. Жүр енді пижама киген Айселден сұрайық, иә? Жүр. Кеттік, пижама киген Айселіміз не деп жауап берген сұрақтарымызға. Кел. Ал пижама киген Айселді алып келе жатырмыз. Кел, пижама киген Айселік. Бірінші, Айсел, сен нешедесің? Неше ол? Неше ол? 2 ма, 3 па? 3-ке толам дейді. Дұрыс қой, осы жазда 3-ке толады. Ал қандай сұрақтар қойдық жаңа? Сенің атың кім? Сен атың кім? Мен пижама. Атың кім? Атың кім? Атым Айше. Айсе. Қандай сұрақ қойды жаңа? Жылың қандай? Қандай жыл? Сен кімсің? Мен аққоян. Мына ағаның аты кім? Масайы. Сен Мансұрали деді ғой бірден. Мына шын Айсел ау дейме? Мына ағаның аты кім? Мақсан. Мына ағаның аты кім? Нені? Менің атым кім? Маманың аты кім? Саттық. Папаның аты кім? Айбек. Айбек, мәссам. Әзише. Вообще тоқтамай сұраққа жауап беріп тұр ғой, иә? бір қосу бір. Шунти аға біздің қай жылы туылды? Шунти аға кім? Уха. Маймыл. Маймыл ғой, иә? Маймыл екен. Бірден Ернарик аға ше? Тышқан. Мағжан аға ше? Ит. Мен кіммін? Сіз атсыз. Бірден тесте жауап беріп жатыр, жаңа көйлек киген Айселге қарағанда. Папа кім? Папасам. Тәтенің аты кім? Айны. Бірден тапты. Достар, біздің шын Айселіміз Онда бір қосу пижама бір. кигеніміз. Мағжан бір қосу бір деп. Ол білмейді ғой есепті қайдан білсін. Кән айтшы, бір қосу бір неше? Неше болады бірге бір қоссаң? Аще. Әже болады. Міне жауабы. Оған есеп сұрағаны. Міне біздің шын Айселіміз осы. Айсел сен ба? Жаңа көйлек киген Айсел қайдан келген соны анықтауымыз керек. Шыққан жоқ па? Мама. Айнадан. Сен айнаның алдында тұрдың ба жаңа? Айнадан шыққан жоқ па? Мама да айнадан өздеріңді көресің ғой. Қорқайын дедім. Жүр, көйлек киген Айселден. Мені ұрма. Дұрыс қой. Ол Айсел емес. Екеуің төбелесетін едіңдер ғой, шын Айсел ғой. Айсел қойыңдар. Достар, біз шын Айселімізді анықтаған сияқтымыз. Біздің шын Айселіміз мына пижама киіп алған Айсел екен, иә? Айсел, сен біз енді саған сұрақ, Айсел, мына сенің қасындағы әдемі көйлек киген Айсел қайдан пайда болды? Айсел, Мен не қылдың сен? пайда болды. Сен не деп жыладың? Маған дос керек деп жыладың ба? Сен дос керек маған деп армандадың, қиялдадың. Сосын саған осы айнаға шығып бітті. Айнадан шықты ма не? Сонда ол армандап қиялдағансың ғой сен, маған дос керек деп. Сенің арманның, қиялың шын жүзеге асып, осы Айсел пайда болды. Енді сен арманыңды, қиялыңды айтқаннан кейін, қазір мына екінші Айсел жоқ болып кететін шығар мүмкін. Өткен сен барлығын айтып қойдың ғой, Айселге? Ayşe, için babam birlikte bakır sapı.
достар, біздің Айселдің қиялындағы Айселді шығарып салып жатырмыз. Пока Айши içindегі киім. Қой, келмей-ақ қой, сенен қорқамыз. Бір үйде екі Айсел керек емес, бір Айселіміз жеткілікті. Пока Айсел, сау бол, өзіңнің еліңе қарай қайта бер енді, иә. Пока.